Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге дәл осындай суреттегідей аппетитный әрі дәмді болып шығатын ерекше түрік асханасынан алынған тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұл тағамды жасау үшін ыдысқа жылы су, оның үстіне бір жұмыртқаны жарамыз, содан кейін шым тұзды салып бір араластырып аламыз шанышқымен. Содан соң ұнның кішкене бөлігін салып, алдымен қолымызбен бір араластырып аламыз. Одан кейін қалған ұнды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды біраз уақытқа бетін жауып қойып қоямыз. Оған дейін соус пен салмасын дайындайтын боламыз. Соусты дайындау үшін кез келген сметананың үстіне ұсақтап туралған сарымсақпен, яғни чеснокпен укропты саламыз. Оның дәміне қарай тұз, бұрыш салсаңыздар болады, өз қалауларыңыз бойынша. Жақсылап осының барлығын араластырамыз. Сіздер осы сметананың орнына қою айран қолдансаңыздар да болады. Ал салмасына келетін болсақ, салмасына тартылған ет, яғни фарш, одан кейін пияз, дәміне қарай қара бұрыш, қызыл бұрыш және тұз салдым. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Қамырды жаю үшін алдымен екі бөлікке бөліп аламыз. Осылай шеңберлер жасап, жаюға дайындайтын боламыз. Мен мына жерде өзімнің пісірген бауырсағымды көрсетіп жатырмын. Келесі видеода бауырсақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде көріңіздер. Енді қамырдың үстіне ұн сеуіп, алдымен қолымызбен, одан кейін оқтаумен жақсылап тұрып жаятын боламыз. Бізде қамыр өте жұқа болуы керек. Кәдімгі мантының қамыр сияқты етіп, жұқа етіп жайып аламыз оқтаумен осылай. Бізде қамырдың пішіні маңызды емес, басты жұқа әрі бүтін болып шықса болды. Енді біз салмасын салып түйетін боламыз. Осылай жұқа етіліп жайылған қамырымызға шамамен бір ас қасықты толтырып фаршты салып, осылай жұқа етіп жан-жағына реттеп қойып шығамыз. Салмасын салғаннан кейін дәл осылай екі рет ораймыз. Міне видеода көрсетілген барлығы бір рет, одан кейін тағы да үстінен осылай реттеп қойып аласыздар. Одан кейін екінші бөлігіне қарай орап аламыз. Өте оңай, қиын ештеңе жоқ. Дәл осылай пышақпен немесе осындай затпен кесіп алсаңыздар болады. Кейін пышақпен осылай бөліктерге бөліп пісіруге дайындаймыз. Дайын болған майда рулеттерімізді осылай пісіретін ыдыстарымыздың үстіне жайғастырамыз. Арасы қатты тығыз болмау керек, кішкене ашық қойып шығамыз. Кез келген ыдыстың түрінде пісіре аласыздар. Міндетті түрде астын сұйық маймен майлаңыздар ыдыстың. Осылай барлығын біркелкі етіп салып болғаннан кейін қамырымыздың бетіне де дәл осылай сұйық май жағып шығамыз. Енді 180 градуста 20-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздерге ас болсын.